Бәріңізге сәлем. Бүгінгі видеоблогымызда молочная девочка тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Өте тиімді әрі оңай әдіспен жасалынады. Ең алдымен үлкен ыдысымызға қойылатылған сүтімізді құйып аламыз. Оның үстіне жұмыртқаны құйып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Торттың аты айтып тұрғандай, бұл жерде ең үлкен рөлді қойылатылған сүт ойнайды. Яғни сіздің қойылатылған сүтіңіз майлылығы жоғары, таза сапалы болу қажет. Қойылатылған сүтіміз бен жұмыртқамыз бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Сұйық массамыздың үстіне құрғақ ингредиенттерді қосатын боламыз. Ең алдымен ұнға қопсытқышты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп барып қосамыз, өйткені ұнның құрамында түйіршіктер қалып кетпеуі қажет. Негізі кез келген тортты жасау барысында қопсытқышты сұйықтықтың үстіне қосуды кеңес етпеймін. Ол әрдайым ұнмен бірге қосылуы қажет. Сол кезде әрекетке жақсы түсетін болады. Ұнды венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Түйіршіктері қалып кетпеуін қадағалаңыздар. Бір келкі массаға айналғанша бір келкі араластырып отырыңыздар. Бұл тортпен жұмыс істеу әдепкіде қиынырақ болады, бірақ бір-екі рет жасап көргеннен кейін қолдарыңыз үйреніп кететін болады. Қиынырақ дейтін себебі корждары өте нәзік болғандықтан бір-біріне жабысқақ келеді. Мен пергамент қағаздарын осылай сызып алдын ала дайындап аламын. Әлбетте теріс бетінен төсеп, ас қасығымен құйып алатын боламыз. Маған шамамен 5 ас қасықтай кетті. Дәл осындай корждан 5 корж шығатын болады. Біреу кадрға сыймай қалды, сол себептен бөлек қоюға тура келді. Корждарды 180 градус қызып тұрған пешімізде 9-11 минутта пісіріп алатын боламыз. Корждардың күйіп кетпеуін қадағалаңыздар. Корждар сары түске енген кезде пештен алу керек болады. Корждардың барлығын пергамент қағазына орналастырып алғаннан кейін оның бетін тегістеп шығатын боламыз. Корждардың бетін бір келкі ғып тегістеу қажет. Ортасы томпақ, жан-жағы жұқа болып кетпеу қажет. Егер жан-жағы жұқа болып кеткен жағдайда корждардың шеті күйіп кететін болады. Ортасы томпайып қалса, жинағанда тортыңыз көмпейіп бочка болып қалуы мүмкін. Маған корждарды пісірудегі осы әдіс қатты ұнайды, себебі тез уақытысында пісіп шығатын болады корждар. Уақытыңыз үнемді болады, әрі тез пісіп шығады. Пісіп шыққан корждарымызды пергамент қағазынан толықтай суыған кезде ғана ажырататын боламыз. Ыстық күйінде ажыратсаңыздар, корждарыңыздың асты бірге пергамент қағазына жабысып қалуы мүмкін. Және де корждарды бір-бірінің үстіне қойып та жинамаңыздар. Бұл қойылатылған сүттен жасалған болғандықтан, бұның беті де жұмсақ болып тұрады. Бір-бірінің астына жабысып қалу мүмкіндігі бар. Тортқа жағатын кремді дайындап аламыз. Кілегейге қантты қосып жақсылап араластыратын боламыз. Кілегей кішкене қоймалжың күйге айналғаннан кейін миксерді өшіретін боламыз. Бұл тортқа творожный сырдың қажеті жоқ, өйткені крем сұйық болғаны дұрыс. Ортасына пропитка жасасаңыздар да болады, бірақ мен корждар өте нәзік болғаннан кейін жасамадым. Пропиткасына кілегей мен суды араластырып қолдансаңыздар да болады. Жиналған тортымызды міндетті түрде 12 сағатқа тоңазытқышқа пропиткаға қоямыз. Мен торттың сыртын крошкамен қаптайтын болғандықтан, кремді сыртына тек жеңіл түрде ғана жағып шықтым. Бетін әсемдеуге шоколадты ертіп пайдаландым. Бұл шоколадты водяная баняда ертіп алсаңыздар да болады. Әсемдік үшін мен бетіне конфеттер сеуіп шықтым. Рецепт ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Ас болсын!